сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мына бір оқиғадан кейін қатты ойланып қалдым. Неге дейсіз ғой? Жағдай былай. Жақында жаздың шілгірігінде Алматыда сасып жата бермейік деп отбасымды алып Алакөлге тартып кеттім. Онда бір көлдің ұшарлы жағы емес, емдік қасиеті мол әрі жағы, яғни Ұржар деген жер. Сайран автобекетінде ол жаққа жүретін автобустарда орын болмаған соң, Барақолқадағы Арлан деген базардан Алакөлге автобус жүреді деген естіп, сол жерде отырдық. Сонымен қойшы қатыным, 3 балам ұялып шулап арт жақтан тиген орынға отырып, дестік. Мұны қойшы, біздің көлге баруымыз басқа әңгіме. Автобуста болған мына бір жағдай көңіліме жақпай қалды. Автобус бірден жүріп кетпеді. Жолаушылар жинап біраз тұрып қалды. Жүргінші далаға шығып ауа жұта тұрайын деп автобустың көлеңкесіне тұрғанмын. Айнала қаптаған жұрт. Бір уақытта ұрып ауызға салғандай сұлу бір келіншек пен бір жігіт автобустың жүргізушісімен келіп сөйлесіп, байқап тұрмын, орын сұрап жатқан сияқты. Жүргізуші бар деді. Жігіт жүк салынған сөмкені багажға салды да келіншек ішке кіріп орнынан көріп шықты. Шамасы келіншек жол жүріп бара жатыр, ал жанындағы жігіт шығарып салушы секілді. Біз бір уақытта жүргізуші сыртта тұрғандарды ішке кіруге шақырып жүреміз деді. Сол ақ екен, жаңа ғана сөйлесіп тұрған әлгі келіншек пен жігіт құшақтасып сүйісіп кетіп, айналада тұрғандарды елеп жатқан жоқ. Дәл қасында тұрғандықтан ба сөйлеген сөздері естіліп тұр. Тезірек кел, сағынамын деп қояды жігіт. Ары кесте бір апта ауылда боламын. Сен звондап масқарамды шығарып жүрме, өзім реттеп келген уақытта хабарласып тұрамын, деді келіншек. Күйеуім мен келіншегі болды ғой деп ойладым да қойдым. Содан не керек, жүріп кеттік. Әлгі келіншекке дәл алдымдағы орындықта орын тиіпті. Орындық 2 адамдық болғандықтан жанындағы орынға жасы біразға келіп қалған ұзын бойлы бір ер адам жайғасыпты. Артында мен және әйелім, одан кейін балаларымыз, сонымен жүріп келеміз. Жол ұзақ. Алматы бір Алакөлдің арасы мен дегенде 1000 шақырым. Талай елді мекен артта қалды. Автобустағы жағдай белгілі ғой. Дәм бұйырып бірге отырып қалған соң, амалсыз жанында отырған жолаушымен тіл қатысып сөйлестік. Танысасың ба дегендей, әйелім жол соқты болып шаршады ма, ұйықтап кетті. Менің көзім алдымда отырған әлгі әдемі келіншек, ол болса жанындағы ер адаммен әп-сәтте тіл табысып, танысып, сөйлесіп кеткен секілді. Екеуі әлдені айтып күлісіп қояды. Мына еркектің аузының салымы бар екен деп ішімнен қызғанып қойып отырмын. Дәл алдымда отырған соң екеуара әңгіменің кейбір сөздері естіліп қалады. Ұққаным, келіншек Алматыдағы бір шағын кәсіпорында бухгалтер екен. Отбасы ауылда көрінеді. Шамасы олар бұдан біраз уақыт бұрын кетіп қалған секілді. Ал келіншек бітпей жатқан жұмыстарын бітіріп енді шыққан. Әрине, біреудің сөзін аңдып тыңдап отырған жоқпын, ыңғайсыз, бірақ бәрі көз алдымда болып жатқан соң, құлағымды қалай беттейін, көзіме қалай жұмайын. Ойпырмай, әлгінде шығарып салған жігіт кім болды екен? Сағынамын, тез кел дейді. Мына келіншек сау сиырдың боғы емес-ау, ана көңілдесі болды ғой онда. Өйткені күйеуі мен қызым ауылға ерте кетіп қалған деп отыр ғой. Апыр-ай деп бір түрлі болып қалдым. Жолда автобус бір елді мекен тоқтап, жолаушылар тамақтанып алды. Ары жүріп кетті. Кеш батып, автобус іші қараңғы тартты. Жұрттың көбі ұйықтап кеткен. Менің де көзім ілініп кетіпті. Автобус бір шайқалғанда оянып кеттім. Бірден алдымда отырғандарға қарағанмын. Не көрді дейсіздер ғой? Әлгі әдемі келіншек пен жанындағы бөтен еркек жабысып сүйісіп отыр. Өз көзіме өзім сенбедім. Әлгіде ғана жанындағы еркекке күйеуім мен қызым күтіп алады деп отырған сияқты еді. Енді мұнысы не? Алдымдағы екеуі еш қымсынбай ыстық сүйіске батып отыр. Ана еркектің де жасы біразға келген, отбасы бары белгілі. Өйткені әлгінде әйеліне ме, әлде баласына ма жақсы келе жатырмын, алаңдамаңдар деп есеп беріп жатқаны. Жақсы келе жатқанын белгілі. Бөтен біреудің әйелін құшақтап өліп өшіп отыр. Ал мына келіншек автобусқа мінерде өзгемен өліп өшіп сүйісті. Енді міне тағы біреуді тауып алып құшағына отыр. Бұл не қылған әйел? Күйеуі бола тұра еркектерге тоймайтын. Мына еркекке жол болсын. Қазір барып қатыннан құшақтап сен сағындым дейді-ау. Сүттен ақ судан таза болу.
неткен жиіркенішті, шыдай алмай жөткірінген болдым. Бірақ құшақтасқан екеуі оны пысқырмады да. Содан түн ортасында автобус Үржар деген елді мекенге тоқтады. Біраз жұрт сол жерде түсіп қалды. Әлгі келіншек те сол жерде түсті. Бізге әлі біраз жүру керек екен. Темекі тартып құрысқан денемді жазайын деп сыртқа шықтым. Әлгі келіншектің күйеуі мен қызы тағы біреулер көлікпен күтіп алып жүгін салып жатыр екен. Мама, сені қатты сағындым деп томпаңдап келіп мойнынан асылған 5-6 жастағы кішкентай қызды көтеріп алған келіншек. Мен де сендерді қатты сағындым. Жол бойы ұйықтамай сендерді ойлап отырдым деп қояды. Әй Сайқалы, неге өтірік айтасың? Балаң мен күйеуіңе сағынған жоқсың. Өзге еркекпен сүйісіп отырдың емес пе деп айқай салып аузынан бір ұрғым келді. Байқайтпа видеоға тартып алсамшы деп өкініп қалдым. Міне, сені мамаң осылай сағынды деп көрсететін деп бір ойладым. Автобус Алакөлге қарай жүріп кетті, бірақ ойымнан әлгі келіншек кетпеді. Неткен опасыз жүргіш қатын еді. Шындығында қазір осындай тауық махаббат құратын қыздар да келіншектер де тым көбейіп барады. Бұл үлкен дертке айналып кетпесін кім кепіл? Осы оқиғадан кейін қойнымдағы қатыным да күдікпен қарайтын болдым. Алыс жолға жалғыз жібере қоймаспын. Сіз ше, әйеліңізге сенесіз бе? Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып, тіркелмей болмаса тіркеліп жазып кетіңіздер.